жаңағы перделеп атап кетті. Содан молда кейін ат қойдыңдар ма дегенде осындай деп қойдық десе азан шақырмай оның аты Ерсұлтан болсын деп. Содан кейін әкеміз енді мен жалғыз баламның атын өзім қоямын деп Бексұлтан қойды. Содан интернетке келген ғой мерге іздеп бардым бір күні. Атын айтып осында Сылам Бексұлтан десем, Сылам Қалдан деген бала бар бізде. Сылам Қалдан деген бала бар деді. Сонымен Қалдан болып жүр. Институтқа шықты. Bir gün үйге кішкентай әдемі бала келді. Сөйтіп Тұрсынбек екен, оны білмеймін ғой ол кезде. Бір әдемі бала үйге қарай келеді, сөйстіп отырмын. Маған әдемісін дейді, мектепте оқитын бала деп ойладым. Сөйстім, Тұрсынбек барысында студент екен. Бексұлтанның общественный счет тұрады деп қайсы кім екен дейді. Әй менің общественный кімсің деймін, мен бірге оқимын. Алтын Тұрсынбек, қайсы баласы, Сарыағаштың баласы. Сонымен олар танысып алдық. Сөйтіп айтады, мен жаңағы Сылам Қалдан дейді. Сылам Сұлтан дейді, енді Сұлтан болып кетіпті. Сұлтан болып кетіпті. Бексұлтан кетті. Сұлтан емес, ол Бексұлтан дейді. Білмеймін, біз документ Бексұлтан екенін білеміз, бірақ Сұлтаннан атамыз. Дәл тоқты. Құдай бес баланың өмірін берсін. Әке шешеміз бес баласы болғандай болып жүрсін, тоққа жеткізсін деді. Сонда Шымкентте бір Зияда деген жеңгем бір, сенің өнің ақтар жүріп, мен ауытып қоя бергесіңдер дейді. Құдай сөйтіп бес баланың несін берсін деп, өмірін берсін деп теңеміз ма, жеңші? Құдай сондай бес баланың өмірін берсін, әке шешеміз бес баласы болғандай болсын деді. Енді ол жас мен бұяқтан папаларыңды арқалап жүріп қағып өстірді. Енді мен мақтанғаным емес, мен әпшілер күйеуге кетіп қалды, мен көп арқаладым. Кімнің арқасында шырамы бар мысалы? Ешкімнің арқасында шырамы жоқ. Менің арқамда әкелерім кісілерде шырамысы бар. Жаңағы шешеміз көп пісіп жатады, тамақ істеп жатады, қамыр илеп жатады. Біздер қалай салиқа ұстай тұр дейді, ұстап тұрған арқалап арқалаймыз ғой, арқалап өтереміз ғой. Сөйтсем мен түсінбедім деп артық қыршып алған ғой. Сол енді шарап әлі бар, үйде немерелер көріп қалды. Апам мынау не мынау не дейді. Қоя бір, бұл естіріп тұрып қоя олар бар. Сөйтіп әкелеріңді әке қылған, әкелерің өзінен өзіне шыққан болған жоқ. Біздің де еңбегіміз бар. Жаңа жорға жолдастар айтып жатыр ғой, жаңа естіріп тұр. Бұдан мен қызық болсын деп айтып жатырмын, міндет қылып жатқан жоқпын. Бұдан тарих қой енді, қызық болсын. Әкелеріңді біз дегендер отырмын ғой енді. Үйретіп, жол бастадық, мектепке апардық, институтқа сөйлестік, осындай институтқа сөйлестік, оған да қатысқаз берді. Енді жасымыз үлкендеу болған, көрмеміз болған екен. Енді бұны мен келе бере ма? Айта берсін, ә? Бұнда мен келе бермей бір айтып қалдым, айтатын кезде. Мен де аяқтап қалдым. Енді айып етпейсіздер. Енді бұна келді мен інім балшығасының рахатын көрсін. Өсірсін, өндірсін, жаңа айтып жатқандай немере шөберелерін көріп. Құдай қаласы көбейе берсін. Аяғы бес қыздан кейін көрген ініміз болса, қазір Құдай қаласы ініміз бесеу. Құдай бұғанда шүкір. Оның артында ербаттан немерелеріміз де бар. Құдай солардың қызықтарын көрсетіп, өмір жастарын ұзақ болып, солардың рахатына кенеліп, немере шөбересін өсіне бер. Аймақта өнеріңді той бола берсін, тойларың ең наша болсындай болсын. Алла разы болсын сізге, апа. Өмірімде бар ғой, мен осындай әжей көрмеппін ғой. Сіз екеулеріңіз ашық сөйлемейді екенсіздер ғой сіздер? Ішше сөйлемейді екенсіздер. Сіздің атыңыз кім? Қалай? Гүлипа. Мен Гүлипа анамыздың бойындағы бір ұнайтын қасиеті бар, бағадан байқап отырмын ғой. Бұл кісі өте қысқа сөйлейді. Айналайын Бексұлтан Роза, 65 жасқа толған мерекелерің құтты болсын, өмірлері ұзақ болсын, дендерің сау болсын, халықтың базарында, пайғамбардың назарында жүріңдер, дендерің сау болсын. Ол қыздарың өсіп, өндіріп, немере шөбере сүйіп, солардың қызығына бөленіп жүре беріңдер. Қысқа айтайын. Өмірлерің ұзақ болсын, тойланып тойға жалғаса берсін. Рахмет сізге, апа, Алла разы болсын сізге. Рахмет, дұрыс. Біз бұл мазақ емес, дұрыс айтқандары дұрыс осындай. Кішкентайге осындай тойда айтпан, басы қайда айтасыздар, апа, дұрыс па? Қайда айтасыздар?
To'ydan keyin qalay ikimiz bir ko'rasiz o'tirib shay ichib aytmadingizmi sonda? Rahmet apa. Mana kelining yaxshi bo'lsin deb bo'lsin. Ay barakat aytur. Allohga shukr aytur. Qizimcha. Kimlaydi? Oğlum sakin mi? Basi. Ana iki var, böyle kalmadı. Ulan da damay posun gelen ne yapıyor? Kara, biz ne basın? Kara. Kara öyle gözü. Kula olsun şuradan değil, kula suyla bırak. Al kişiyle tanışıp sakta, hacilerimiz çaksı bir. Beşiktaş ağamızın çaksını ayıttı, çaksını asırdı, cemaatinin çaksını bağışıkta bir sayahat casadı geldi.